Ордабасы ауданының 2 оқушысы республикалық жарыстан топ жарды. Бірі Қараспан төбенің болашағына зерттеу жүргізген, екіншісі Сайрам Өгем ұлттық табиғи паркінің туристік әлеуетін қорғаған. Нәтижесінде болашақ ғалымдар Зерде атты конкурста көзге түсіп, марапатқа бөленді. Бейсен Оңтаев және де Зерде атты мектеп ұжымы қуанышқа бөленген оқушыларды күтіп алып, түнде темір жолды дүбірлетті. Түнгі 23:00 уақытта Шымкент қаласындағы темір жолда құдды бір үлкен той болып жатқандай думандатқан жұрт. Қызыл кілем төселіп, жолаушыларға көңіл күй сыйлайтын ән шырқалып жатыр. Бұл Ордабасы ауданына қарасты Қараспан елді мекеніндегі Бейсен Оңтаев мектебі мен Шұбарсудағы Зерде атты мектеп ұжымының ұйымдастырып жатқан іс-шарасы. Әр ұстаздың қолында гүл шоқтары, республикадан топ жарып келе жатқан оқушыларға арналған сый сияпаты. Бұл қос мектеп ұжымы мен басшыларының бастамасы болатын. Зерде балалар шығармашылық байқауы 2-7 сыныптар арасында өтеді. Бұл үлкен ғылыми жобалар байқауына алғашқы қадам десек болады. Зерде балалар шығармашылық байқауы негізі бірінші кезеңі мектепішілік, аудандық, облыстық және республикалық кезең 4 кезеңнен тұрады. Міне бүгінгі біздің білім алушыларымыз республикалық кезеңге қатысып, жүлделі орындарға ие болып, соны күтіп алу сәтінде тұрмыз. Зерде мектебінің ашылғаны, мектеп болып қалыптасқаны 3-ші жыл, биыл 3-ші жылға өтіп бара жатырмыз. Бұл ғылыми зерттеу жұмыстары деген оқушының ізденісімен тікелей байланысты ғылыми зерттеу жұмыстары. Әрине бірінші бұны оқушы зерттеп ашады, одан кейін оған жетекшісі бағыт-бағдар береді, сатылап жылдар бойы жетістікке жететін жұмыс қой. Бұл шығармашылық байқауына республика көлеміндегі алынып жатқан біздегі алғашқы жүлде болды. Бұл біз қуанып тұрмыз, мектебімізбен жалпы ата-ана, мұғалімдер республика көлемінде 3-ші орын алып жетістікке жетіп жатыр. Оқушымыздың тақырыбы да қазіргі ең ауқымды тақырыптардың бірі экотуризмді дамыту. Өзімде сенгенмін, негізінде орын болу керек, мынау үлкен ауқымды жобаны көтеріп тұр ғой деп. Құдай қаласа бұл жұмыстар тағы да ары қарай жетілдірсе, туризм жүйесін дамытуға үлкен үлесін қосады деп сенемін. Мектепте жалпы 600-ге жуық оқушы бар, 595 оқушы, нақтылайтын болсам 65 мұғалім бар. Бұдан басқа былтырғы жылы біз спорт жетістіктері бойынша жеңіл атлетикадан республика көлемінде көрінгенбіз. Одан кейінгі ғылыми зерттеу жұмыстары бойынша екінші рет республика көлемінде алып жатқан жүлделі орнымыз. Одан басқа барлық пән олимпиадалардан биылғы жылы біз облыс көлемінде жақсы нәтижелерге, жетістіктерге жеттік деп айтуға болады. Кітапхан кітап оқу жобасы бойынша біз облыстың алдында көш бастап келе жатқан мектептердің біріміз. Биыл мектебіміздің құрылғанына 45 жыл болып жатыр, 1980 жылы қолданысқа берілген. Бұл Зерде республикалық байқауында біздің оқушымыз республикадан 3-ші орын алып отыр. Бұл біздегі ең бірінші жетістік. Осы 45 жыл дегендегі республикадан бізде үлкен аудан, облыс көлемінде жетістіктеріміз бар. Зерде байқауынан облыстық пәндік олимпиада бойынша, жалпы осы республикаға бойынша бізде ең бірінші тұрған байқау. Сондықтан қазіргі таңда бізде 996 оқушымыз бар. Бүгінгі біздің барып отқан оқушымыз спорт және туризм секциясы бойынша барып отыр. Бұл оқушымыз соның ішіндегі өзінің Қараспан төбе деп аталынады. Жаңағыдегі сол Қараспан төбе бойынша бала өзі зерттеп, сол жерден өзінің жаңалығы, сол Қараспан төбенің қасын қазіргі таңда қоқыс емес, сол жерде керемет бір саябақ қылып, Қараспанның бір тылсым бір дүниесін сол жерде ашқалы тұрған өзінің бір жаңалығы бар тұғын. Біз осындай бір үлкен бір жетістігімізді ұжым болып қуанып, естіп келіп отқан жайымыз бар. Түркістан облысына қуаныш тарту өткен оқушылар Көкшетаудан жүрдек пойызбен жетті. Тағатсыздана күткен ата-аналар, ұстаздар вагонның алдына қызыл кілем төсеп, жасөспірім жұлдыздарын күтіп алды. Ақмола облысы Чучинск қаласы Бурабай курортында орналасқан Балдәурен республикалық оқу сауықтыру орталығының базасында өткен байқаудан топ жарған Бейсен Оңтаев атындағы алтын ұя оқушысы Қаныбек Дінмұхаммед Ақылбекұлы және Зерде мектебінің оқушысы Әбу Бәкір Кәусар Асқар қызының құшақтары сыйға толды. Ас атасы нанмен күтіп алып, әрбірі жеңімпаздарды құшақтарына қысып жатты. Түркістан облысы бойынша 13 оқушы 5 секция бойынша 10 жоба апардық. Соның 9-ы жүлделі орынмен қайтты. Соның ішінде Ордабасы ауданына тоқталсақ, 2 жұмыс барды. Туризм және спорт секциясынан 2-і де жүлделі орынмен қайтты. 3-ші орынмен үлкен жетістік. Бұл балалар 2-і де осы өңірдің тарихи орындарын. Біреуі Сайрам Өгем тарихи паркі бар.
соның келешекте қалай туризмді дамыту саласына терең тоқталып, соған бірнеше жобалар жасап ұсынды. Ол ғалымдардың назарына ілікті. Басшылыққа аламыз деп. Және кішкентай екінші сыныбымыз Қаныбек Дінмұхаммед дейтін оқушымыз, ол Қараспан төбесін зерттеген. Қараспан төбесі үлкен зерттеуді, тарихи орын ғой. Өзінің осы өңірдегі екінші класстың баласының сондай тарихи орынға соншалықты назар салғанына ғалымдар таң қалды. Бұл үлкен жетістік біз үшін. Зерде жалпы білім беретін мектебінің 5-ші сынып оқушысымын. Осы Зерде жалпы білім беретін мектебінің абыройын ақсатып Бурабайға барып келдім. Туризм және спорт секциясы бойынша Қазақстандағы экологиялық туризм Қорғалжын ұлттық парктен әлеуетін арттыру. Сайрам өгем табиғи ұлттық паркын зерттедім. Оның әлеуетін арттыру үшін сол жобаны зерттей бастадым. Және өскенде сол Сайрам өгем табиғи ұлттық паркының әлеуетін арттырсам деймін. Мен Оңтаев мектебінен келдім. Менің секциям туризм және спорт. Тақырыбым Қараспанның болашағы ертегі. Оны неге таңдадым дейдіңіз? Мен Қараспан төбенің жанында тұрамын. Сондықтан мен сол тақырыпты таңдадым. Өйткені ол жерде сыған құмыра кесектер көп болады, және ол жерде қызықтырақ нәрселер болады. Туристерді қызықтыратын орынды болашақта дамытқым келеді. Негізі Мұхтар Шахановтың Қараспан қыпшақтары өлеңдерінің желісімен осы негізгі тақырыбымыз таңдалды. Проблемамыз сол Қараспан аймағының қараусыз қалуы еді. Бұл бала дәл Қараспанның түбінде өздері жылыжайында өнім егеді. Содан кейін ол жердің жаңағы қоқысқа толғанына жүрегі ауырып, сол жерді неге қоқыс жатыр деп Қараспан ауылымыздың аты. Осы өзекті тақырып әрі баланың жас ерекшелігіне де сай болғаннан кейін осы Қараспан болашағы ертегі деп таңдадық. Макетін апарып Көкшетаудың Щучинск қаласында қорғап келдік. 20-шы Зерде республикалық зерттеу жобалар мен шығармашылық жұмыстардан жүлдемен келгендер оқу ағарту министрлігінің 3-ші дәрежелі дипломдарымен марапатталған. Қараспандағы Бейсен Оңтаев мектебінің абыройын асқақтатқан Дінмұхаммедтің жетекшісі Әмина Әбдірәсилова болса, Шұбарсудағы Зерде білмиясының атағын асқақтатқан Кәусардың жетекшісі Бауыржан Сейтқұлов білім саласының сапасын көтеруге үлес қосқан қос оқушының жеңісі Түркістан облысының ортақ мақтанышы. Ғылыми жобада топ жарған оқушыларды әлі талай асу күтіп тұр. Шәкірттің жетістігі мұғалімнің еңбегі. Бағланбай Көбекқызы, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ қоғамдық телеарнасы.